Цыганствода бағанадай алды, оқыды и бірден беріп кетеді ғой, оқытып ше. Вот осы инфо-цыганствоға қатты жақын, өте жақын. Осыны инфо-цыганство деп айтады негізі. Ал практиктер деген ол мынандай да, мысалы, футбольный академия аштым, 10 точка аштым Қазақстан бойынша. Типа бизнесқа аз ақшамен кіретін бизнес, конечно. Но типа мен 10 точкамен қаншама адам басқарып, бір жылда 100 миллионнан көп ақша табамыз да біз. Ол болған 22 жасымда мен. Типа ол считается, да? Мен оның бәрін көрсеткенмін, и бәрі видеосы тұр да әлі. 0 миллионға деген актуальный инстаграмда ше. Одан кейін, 20 мың теңгемен мен лагерь істедім да, мысалы. Кәдімгі лагерь істедім 20 мың теңгемен. Әшін рекламаға ғана құрттым. Қалған бәрін әшін сөйлесіп келіскеннің арқасы. И бір 10 күнде 68 адам апардым, әрқайсысынан 25 мыңнан қалады. Кәдімгі 1 200 000 тапқам. 10 күнде. И типа мен үшін ол андай болған. Жарылыс ше, бум. Типа дәлелдер да өзі. Мүмкін екен ғой мынандай деген ше. Осындай ақша осылай табуға болады екен ғой, типа бір потребность жабу керек екен ғой деп. Из-за этого